біз қазақтың сабағымызды бастаймыз, иә? Бірінші көңіл күйімізді біліп алайық, иә? Оқушылар көңіл күйлері қандай? Бүгінгі сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Керемет. Ендеше біз сабағымызды бастайық, иә? Тамаша. Енді жаңа тақырыпты бастамас бұрын алдыңғы сабақта қандай тақырып өтіп еді? Түбірмен қосымша. Түбірмен қосымшаның ережесін кім айтады? Түбірдің қосымшасы кім айтады? Түг ережесін айта ғой. Сөзді одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, күн, жыл, спорт, палуан. Тамаша. Бағалап жіберейік Калинаны. Енді қосымшаның ережесін кім айтады? Мен. Иә, айта ғой. Сөздің түбірге жалғаған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, күні, жылдар, спортшы, палуандар. Енді оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз жұрнақ пен жалғау. Алдыңғы тақырыпты түбірмен қосымша өтті. Түбір белгісін кім көрсетеді маған? Рамазан келе ол. Дұрыс па? Иә. Тамаша. Енді оқушылар кітапқа зер салайық, иә? 62-ші жаттығу. Ауызша айтып шығайық, иә? Яғни сіздерге айтады, сурет бойынша мәтін құрастырып, қандай спорт түрлерін көріп тұрсыздар ма? Суреттен. Секіру және құрсау. айналдыру, иә? Жақсы, енді сөйлем құрайық. Бірінші суретке сөйлем құрамыздаршы. Тамаша. Әлия секірпенен секірді. Келесі. Жақсы. Марат белтемірге тартылды дедіңіздер, Тамаша. Айжан дедіңіздер оларда. Айжан құрсаумен ойнағанды жақсы көреді. Тамаша. Енді келесі 64-ші жаттығу мәнерлеп оқыды. Кім оқыды маған мәнерлеп? Нақышына келтіріп. Кім оқыды? Тағы да. Я мерек оқыша. Дауысын жамасын түсіреді. Қимыл жаса тұрып қап, жалқаулықты жуытпа, көйлек киімді қуалып жүгіруді ұмытпа, сергек жүрсең, сен енді жылмайды суық, бір суық, суымен енді ертең ерте шынықтыр. Жақсы. Өлең не туралы? Не туралы айтқан өлеңде? Спорт туралы айтқан сіздерге нағы деп тұр? Өлеңде. Спортпен, яғни шұғылданып, ертең ерте тұрып спортпен шұғылданып сіздерге.
Бұл бәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Сонда осылардың бәрі жаңадан туған сөздер ме? Иә, бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды былайша белгілейді. Мысалы, асқа, қа, дәріні, не, ағаштар, дар, жапырақты, д қосымшалары жаңа мағына тудырмайды. Сонда жалғау, аты айтып тұрғандай, сөздерге жалғанып, оларды бір-бірімен байланыстырады екен ғой. Мысалы, көлікте отыр. Иә, солай. Сондай-ақ жалғаулар жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, дәрігерлік деген сөзде дәрі түбі, ке жұрнақ, ді жалғау. Балықшылар деген сөзде балық түбі, ш жұрнақ, ла жалғау. О, міне біздің автобус та келді. Қайталайық. Жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ түбірдің мағынасын өзгертетін қосымшаның түрі. Жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа мағыналы сөзді туынды сөз деп атайды. Мысалы, аспаз, дәрігер, қойшы. Түбірдің мағынасын өзгертпейтін сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаның түрі жалғау деп аталады. Мысалы, асқа шақыру, дәрінің пайдасы, қойды бағу. Түбір сөзге жұрнақ та жалғаудан жалғанады. Жұрнақ бұрын, жалғау жұрнақтан соң келеді. Мысалы, дәрігердің аспазға қойшы не? Түсіндік па? Не айтып жүрді? Кім айтып береді маған? Саламатсыз ба? Жалғау. Иә, жұрнақ пен жалғау туралы сіздерге айтып кетті, иә? Жұрнақтың сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ деп атаймыз. Яғни жұрнақ бізде сөз мағынасын өзгертіп тұрады, иә? Ал жалғау сөз мағынасын өзгертпейді, тек сөз бен сөзін сыптырады, байланысын өзгертеді. Мысалы, 65 шақты оды дәптеріңізге жазайық. Өнерлі жігіт өрде оза, өнерсіз жігіт жер соғады. Иә, жазушы айтқан. Осы сөзден жұрнақ пен жалғанған сөзі таласында. Кел аяғын тақтаға кеш, жазамыз. Қалған жолымызды жазамыз, әдемі жазамыз, иә? Жазуымызды әдемі жазамыз. Жазуымыздан. Әдемі жазамыз, иә, аяғын? Дұрыс па оқушылар? Тамаша. Жазып алдық, иә? Енді оқушы сізге топтық тапсырма
топ болып орындай ойыңыздар. Яғни сіздерге сөз беріп тұр, әр топқа әртүрлі сөздер беріп тұр. Соны түбірі қайсысы, жұрнағы қайсысы, қосымшасы қайсысы, жалғауы қайсысы соны табамыз, ма? Яғни сөз ғана сөйлеп тұрған жоқ, иә? Екінші топ болған екен, иә? Күтейік, иә? Бірмен екіні, бірмен үшті күтейік. Отырыңыздар. Енді оқушылар себепті сәтіне кезек берейік. Бізде тақтада көп тұста жалғау және жұрнақ деген екі себет тұр. Осы себетке мына жемістерді салуымыз керек. Жемісте сіздерде сөздер беріліп тұр. Иә? Соны қайсы жалғау, қайсы жұрнақ екенін саламыз. Иә? Рамазан алып. Кезек-кезек шыға берейік, иә? Жалғауға саласың, иә? Бұл сөз оқуға. Оқу түбірі жалғауы. Келесі шыға берейік, тез. Шыға берейік. Футбол түбірі жалғау. Ол жалғауы ма? Келесі қайтып шыға берейік. Спортшы деген жалғауланышы? Жұрнақ. Айман ол
иә? Үйге сіздерге 66 жаттығуды аласыздар, иә? 66 жаттығуды, яғни боксшы туралы сипаттау мәтінін құрап жазасыздар дәптерге, иә ма? Сосын жұрнақ пен жалғаудың ережесін жаттап келеміз, иә? Енді оқушылар, қазақтың сабағы аяқталды. Сіздердің алдарыңызға мынандай көрсетіп қойдым ғой, иә? Соны бүгінгі сабақ қалай болды, соны көрсете қояйық. Тамаша, керемет. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.